Ассалаумағалейкум кілем жуғыш қауым. Бүгін міне күндерде Ақтөбе қаласына келіп жеттік. Әсет деген кілем жуу фирманың басшысы Әсет бауырымызға келдік. Әсет, ассалаумағалейкум. Карпакс мекемесінен, Карпакс шампунынан Ербол. Бүгін қонағым болып жатыр. Үлкен рахмет. Қош болдық, қош көрдік. Мына цехыңды көріп, тазалығына қайран қалып жатырмық. Мына өте тамаша цехтың тазалығы. Әсет, өзіңді қысқаша таныстырып кет. Неше жылдан бері кілеммен айналысып жатсың? Кілем саласында алдымен құрметті кілем жуушылар, барлығына ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кілем саласына, жуу саласына келгеніме 1 жылдан асты. Бұйырса 1,5 жыл болады, бір айдан кейін. 1,5 жыл? 1,5 жыл болады. Жаңадан осына кілем жууға арналған, жаңадан салынған цехымыз осы. Өте керемет. Қазір оның бәрін бетіп түсіре кетеміз. Біріншіден, Әсетпен біз қалай таныстық, оны да айта кетейін. Әсет мына Олма центрифугасын бізде сатамыз негізі, бірақ бізден алмаған, басқа бір жерден алғансыз. Кейіннен бұл центрифуганың барабаны бұзылып, қиын жағдайға түсіп, қай жерден табарыңызды білмей, осы Ақтөбе қаласында біздің Карпакс маркасының дилері Еркебұлан деген жігіт бар. Сол жігіт арқылы бізбен танысып, барабанды Алматыдан сіздерге жеткіздік. Келмейді, келеді деген бір дискуссиялар нелер болды. Бірақ өзіңіз айта кетсеңіз. Барабан келді. Өзінікі қандай заводтан шыққан, дәл сондай орнына түсті. Жұмыс жасауы өзінің Олманың өзінің роднойынан жақсы болмаса, кем түскен жоқ енді. Қазір енді алғанымызға 1 айдан астам уақыт өтіп кетті, ешқандай вопрос жоқ. Жұмыс істеген идеальный жұмыс істеп тұр. Бұл барабанды айта кетейік, бізде Олмадан алып келіп, ертең басымызға осындай жағдай келеткенін алдын ала ескеріп, алып келіп складымызға қойып қойдық. Ертең біз сатқан центрифугалардың барабаны сынған жағдайда біздің тұтынушыларымыз, біздің клиенттеріміз жұмыс тоқтап қалмасын деп алып келіп қойдық. Бірақ Олманы бізден алмасаңыз да, осы барабаның сізге бұйырған екен, қызықшылығын енді сіз көріп жатсыз. Енді 1 жыл болды дедіңіз ғой кілем жуып келе жатқаныңызда. Сіздің фирмаңыздың аты профессиональная чистка ковров. Чисто быстро. Чисто быстро дейді, Ене жерге орысшалап әдемі сөз жазып қойыпсыз, оны да аударайық. Делай так, как сделал бы для самых близких дейді. Жасасаң дейді, өзіңнің жақындарыңа жасағандай жаса дейді. Солай ма? Қазақша дұрыс аударма ма? Кілемді жуған, әр кілемді төселген сайын, іштегі балдарға айтатыным, каждый кілемді жуған сайын төбеге қарап қойыңдар ана жерге деп. Деп айтам. Осы жерде жуылады кілем. Осы жер 60 квадрат жер ғой, мына жер. Осы моющий зал. Жуып атқан кезде бастарыңды көтеріп төбелеріңе қарап қойыңдар деп. Сол біздің өзіміздің ұстанымымыз осындай. Жақынына өзіңнің ұстанымымыз осындай. Сіздер жақта тума дейді, біз оңтүстік жақта туысқан дейді. Өзіңнің туысыңа, өзіңнің тумаңа жасағандай. Сондай болып жатыр. Бөтен адамға емес, өзің үшін жасағандай. Жақын адамдарыңа жасағандай. Өте дұрыс, өте дұрыс. Енді 1 жылдың ішінде оны атын айтамай қойып, басқа сіз өнімдермен, басқа шампуньдармен кілем жуып келдіңіз. Бүгіндерде біздің өнімдерге Карпаксқа өттіңіз. Міне өзіңіз айта кетіңіз. Біріншісі Карпакс Актив 7. Бұның 1 бочка алғанымыз, бұйырса бұл бітуге қалды уже. 1 ай болған жоқ. Бұның алғанымызға өте жақсы, өзін көрсетті. Оның алдында жуып жүрген Эра деген шампуньмен салыстырған кезде. Оны айтпай қойып, қандай шампуньмен? Оның алдында жуып жүрген шампуньмен салыстырған кезде, сіз айтқандағыдай, дәл біздің қазақтардың лас кілемдеріне арналған кілемді жақсы ашады екен. Өте ұнады. Іште жуып жүрген балдардың өздері сразу бірден байқады. Бірінші партия алғаным, осы сізден парфюм алдым. Ефсун деген парфюм алыпсыздар. Еткерден сүз қарап. Мына бочканы алдым, Актив 7-ді Карпакс. Содан кейін пятновый водительді алдық. Форса деген. Сосын мына Уринекс деген иіскетіргішті алдық. Бұл мысықтың, кішкентай балалардың бүлдіріп болған, қазақшасы зәр дейді. Зәрдің иісін кетіруге арналған. Орысшасы мача. Енді жалпы мына өнімдерден Әсет, жалпы көңіліңе шығып жатыр ма? Енді сен басқа шампуньмен жуған кезде, ол шампуньмен бір шампуньға үйреніп қалған адам, ол шампуньнан басқа шампуньға өту қиын. Өту қиын болды ма? Немесе біздің шампуньдардың ана алдындағы шампуньнан қандай айырмашылығы бар? Тек қана сапада емес,
бағана өзің айтқандай араластыру жағынан, сол жағын айта кетсең. Ең ұнағаны маған деген бірінші жуғаннан, бірінші күннен бастап, только мен өзім емес, өзіме де қызық болғаны сол. Біріншіден қазақстандық өнім деген өзіміздің өндірушілерді өзімнің ұстанымын қолдау, біріншіден сіз сияқты. Екіншіден жаңағы кілемді жуған сапасы өте ұнады. Содан кейін ұнағаны Ақтөбеде наличие жаңа айтып отырық, Еркебұланда бар. Любой уақытта барып, ақшаңды бересің да, или барып бочкасын апарсаң құйып береді. Любой уақытта барып алып кетуге болады. Бочканың ақшасын төлемейсің. Иә, бочканың ақшасын төлемейсің, любой уақытта алып кетуге болады. Сапасы жағынан асып түспесе, с уверенностью айта аламын, что одан кем емес. Иә, біз енді сапа жағын қатты мақтай бермейік. Басқа алдындағы жуған шампунмен айырмашылығы бірінші неде дедік? Бұрынғы шампунды шелекте езу керек болды, жылысу керек болды, иә. А қазір бұлда осы шампунда мұздай суға сразу 60 литр керек па, 60 литрге 1 литр езіледі. 60 литрге болсын 120-180 литрге қанша керек, кілемнің объемына байланысты сразу. Оңай ерек тұр, аламыз да соған. Өте біздің көрермендерге крем жуғыш қауымына айта кететін, Әсет деген жігіт өте көзі ашық, көкірегі аяу жігіт, өте мықты мынандай система ойластырып қойыпты. Қараңыз, Әсет өзің түсіндіре кет. Мына жерде 60 литр су құятын болса, 60 литрге болатын болса, 1 литр шампунь деп жазып қойыпсың. 1 литр шампунь енді ол мықты түсінікті болсын деп балдарға енді. Жұмысшылар ауысып кетеді кейбір кезде. Мысалы, 90 литр су құятын болсаң, қанша литр шампунь құйасың? 1,5 литр. Актив F7 біздің шампуньдан 1,5 литр құясыз. 120 литр болатын болса, 2 литр. 150 литр болатын болса, 2,5 литр. Енді бұны не үшін жаздым деп мен ойлаймын, мен өзім ойымды айта кетейін. Мүмкін бүгін жаңбырлы күн болды, кілем аз келді. 60 литр жасаудың қажеті жоқ. Кілем аз келген кезде 30 литр жасап, 0,5 литр шампунь араластыра салуға болады. Кілем көп келді, онда максимально 150 литр суға 2,5 литр шампунь қойсаң. Бұл жерде су құйған кезде ішінде белгіленіп тұр, ішінен де көрініп тұрады. Мысалы, бұл жерде ішінде 30 литрде ме, 40 литрде шампунь бар ғой. Қазір алады да, бұлмен жуады да, тағы да езу керек болған кезде уже бәрі белгіленіп көрініп тұр. Иә, өте дұрыс. Өте әдемі жасаған екен. Жақсы. Енді тағы да мына жерде айта кетейік, бұл тек қана реклама видео емес, әрине рекламасы да бар. Мына роторный машинаны бүйтіп қоймай деп мені Әсетке ескертіп жатыр едім. Ербол аға, біз щетканы шешіп қойып қоямыз деді. Шешіп. 80 микрондық щетка ілініп тұр, қолдың астында. Иә. Жуатын болса. 90 микрондық щетка ана жерде бұрышта жуып алып. Шешіп қоюдың себебін де айтайын. Не үшін шешіп қоясыздар? Щетка жатқанбау үшін. Жатып қоятын болса, бұл вибрациямен жұмыс істеп секіреді. Жұмыс істеген кезде қиып. Өткенде сізден алған скребок. Мына скребоктың екі түрі болады. Біреуі 30-дық, біреуі 40-дық. Иә, екеуі де бізде бар. Негізі бірақ көбісі 40-дықты жақсы көреді. Қазір балдар үйреніп алғаннан кейін уже онdan көп ұстамайды. Мына үлкен 40 немен скребокпен. Сосын Әсет, өзіңнің бойың неше негізі? 1,85 м. 1,85 м. Енді мынаны қасыңа қойайық. Мен мынаны 10 жылдан бері айтып келе жатырмын. Мынау примерно сабы 1,70 м. Мен мына іште істейтін жұмысшы балдардың просто бойым бәрі менікіндей емес қой. 1,70 м среднем алған кезде солардың бойымен бірдей. Сонда да ұзын қылып жасаудың себебін мен айта кетейін. Неғұрлым бұның сабы ұзын болатын болса, соғұрлым адамдардың жұмыс істеген кезде белі ауырмайды. И және итерген кезде ұзаққа дейін кремнің бетіндегі суды ұзаққа дейін итергенге ыңғайлы. Өте тамаша. Мен осыны сыйда айтамын. Көп жерге барам, адамның беліндегі келетіндей, міне осындай қылып жасап қояды. Осындай қылып міне. Осындай жерін жасап қояды, сосын кейін барып бағана тоңқайып иіліп итереді, белдер ауырады, сосын барып скребокпен қолданғылары келмейді. Иә. Бір итеріп, екінші рет itергенге уже бетін бәрі суын алып тастайсың. Иә. Өте дұрыс. Жақсы. Басқа да мына жерде инструменттеріңді қойып қойыпсың. Тарақ, дақ кетіргіштер, щетка дақ кетіретін деген сияқты. Одан кейін Әсет, мынаны айта кетейікші, мына жері ұнады маған. Бір ретте осы центрифуганың мотор жанып кетті дедім. Дұрыс па? Мотор жанып кеткен, 7,5 киловаттық. Негізі бұл моторы өте сапалы мотор. Турцияда Вольт деген фирманың моторы. Бірақ бұл жерде сатушының басқа біреудің кінәсі жоқ. Неге? Мотор жанып кеткен, бір фаза жоғалып кететін болса, бұны қолданушы байқамай қалады. Жұмысшы балалар. Сол кезде мотор қызатты жанып кетеді. Сондықтан Әсет жанып кеткеннен кейін бұның обмоткасын жасатып, грамотный электрик шақыртып, ішіне
не қойдың, оны да түсіндіре кет. Жаңа айтып отқандай, если бір фаз жоғалып кететін болса, двигатель оны көрмейді, жанып кетеді сразу. Ешкімде байқамай қалады. Ол мүмкінде басында шығарылғанда заводтан жоқ екен. Соны әкеліп, мына жерге реле контроль фаз деген бар. Соны қойып, сразу ана двигательден бір фазасын өшірген кезде срабатывает екен, настройкасын келтіріп жасап қоюға болады. Двигательге ондай реле контроль фаз дейді. Бізде де бұл жоқ, негізі болашақтағы центрифугаларымызды біз де қойғызамыз, бірақ алдында бізден кім алды, немесе басқа жерден центрифуга алып реле контроль қойғызбаған жағдайда міндетті түрде қойғызып алыңыздар, қатты қымбат емес деп ойлаймын. Қанша теңге болады? 5-6 мың теңге. Әсет, тағы да мына жерде қызық пайдалы нәрсе айта кетсек, өзің айттың ғой, бір суым ыстық су келеді, жылы су келеді. Мына ыстық су, себебі оның алдында шампуньдарды ыстық сумен жылы сумен езу керек дегеннен кейін келіп тұр. Ол болмағанда да қолдың астында ыстық су болған дұрыс деп ойлаймын. Біреу мынау скважинадан келіп тұрған су, мощный насоспен напоры өте күшті. Мынау центральный водоснабжение келіп тұрған. Ар жақ бетінде дәл солай тоже. Дәл сондай краниктер бар. Біреуі центральный водоснабжение, біреуі неге келіп тұр, трансмоға келіп тұр, астында тұр ана жерде. Екі жақтан екі шлангымен шайғанда да напоры өте жоғары. Бір су өшіп қалса, екінші... Біреуі өшіп қалатын болса, центральныйдікі анаумен қолдана беруге болады. Біреуі центральный, біреуі өкіметтен қаладан келе жатқан. Екіншісі өзімнің скважинам қазып қойған үйдегі насоспен тұрған скважинаның суы. Су өшіп қалған кезде су тапшылығынан қорықпаймын дейсің ғой. Екеуі біреумен қолданады. Тағы айта кетейін, біздің Carpax Active F7 шампунын жылы сумен араластыру міндетті емес, керек емес. Бірақ жылы сумен араластыратын болсаңыз, ол қосымша плюс. Бірақ суық сумен де жуа беріңізге болады. Біз ешқай жерлерде айтпаймыз жылы сумен араластырыңдар деп. Жылы су болатын болса, артықшылық болмайды. Жақсы, мыналар не екен? Бұларды қысқаша айта кетейік. Бұл жұмысшыларымыздың айтқандағыдай жаңадан салынғаннан кейін өзім балдарға условие болсын, раздевалкалары киініп шешінетін өздерімен бірге алып келеді, таза киіммен келіп, бұл жерде жатақханалары болғаннан кейін ыстық су бар, душтарына түсіп, душқа түседі. Мына жерде душ бар еді. Өздерінің мынау дәретхана. Дәретхана өте дұрыс, өте жақсы. Жұмысшыларға неғұрлым біз қолайлық, комфорт жасайтын болсақ, соғұрлым олардың да көңіл күйлері, жағдайлары жақсы болғандықтан жұмыстың сапасы да жақсы болады. Ал енді мынаны айта кетейік. Мына пакеттеріміз. Финишный стол, пакеттеріміз. 30-ды, 40-ды. Мынау 50-лік пакет. 50-лік. 40-лік, 50-лік пакет. Жақсы, мынау финишный стол. Бұл жерде не істейсіздер? Упаковка жасайсыздар. Упаковка жасаймыз, былайынан 3,80 ұзындығы, былайынан 2,5 метр. Асылының үлкен кілемдердің бәрі сияқты 4 метрліктен басқасы. Ол 4 метрлікті осы жерде упаковка. 3,80-де 2,5 дедіңіз, 3,80-де 2,5 Жақсы, жақсы. Кілемдерді осы жерде орайсыздар. Жерде прайс лист қарайсыздар. Тұрған балдар орап отқан кезде. Емес қой, бұны да көрсетуге болады ғой. Бағаны көремін десеңіздер, видеоны тоқтатып, көріп, нешеден жуып отқан. Мында бүйтіп айтсақ болады ма? 1 квадратный метрді синтетический кілемді нешеден жуасыздар? Синтетикалық кілемді. 1 квадратный метр 500 теңгеден. 500 теңгеден. Ең арзан баға 500 теңгеден басталады. Өте керемет. Ең қымбаты кілемнің? Ең қымбаты 4-4-терден бастап 600 теңге, 800 теңге квадратный метрі. Мынау ескертумен жаңағындай. Оған да қосымша тағы да аласыздар. Енді кейбіреулерге айтамыз, бізден химияны қосымша алып жатсыңдар, ескертетін. Оған да қосымша ақша ал десек, ой, оны халық көтермейді, қиын деген сондай әңгіме айтады. Сіз онымен келісесіз бе, келіспейсіз бе? Жоқ, келіспеймін онымен. Сіз қосымша жұмыс жасаған соң, қосымша химия жұмсаған соң, оның ақысында заказчик бағана кремді жуғызып жатқан адамды қосымша төлеу керек негізі. Мысалы, машинеге автомойкаға барған кезде багажникті жуғызамыз, немесе ана доңғалақтың шинасын очернение жасаймыз. Оған біз қосымша төлейміз ғой? Ақша төленеді. Оған да ешкім жоқ, не үшін мен төлеймін деп ешкім айтпайды, үндемей төлейді. Сол сияқты кремге де қосымша клиент төлеу керек. Дұрыс қой? Жақсы, мына жер енді сіздің сушильный камераңыз. Биіктігі неше? Биіктігі 2,65. Ой, бұл көп қозып беріпсіз. Негізі біздің технология бойынша 2,40-тан аспау керек. Мына вешалканың биіктігі 2,10-нан аспау керек. 2,40-тан 210. Иә, мынау өте дұрыс, 210. Ана неғұрлым биік болатын болса, жылы ауаның бәрі жоғары кетіп қалады. Енді осушительді сіз бізден алған жоқсыз ғой. Біздің осушитель емес, сондықтан сіз бізден дұрыс информация алып үлгерген жоқсыз. Одан кейін мына жерде қосымша настенный вентилятор дейді. Настенный вентилятор болу керек. Мына жерден ауа кіру керек. Мына жерден ауа шығу керек. Енді бұл жерде сіздер қоймаған екенсіздер. Біз бұл жерде ештеңе деп айта алмаймыз, өйткені осушитель біздікі болмағандықтан. Сосын мынаның сыртына фольга жабыстырсақ, өте керемет болады. Жылуды да жақсылайды. Жақсы. Енді Әсет,
біздің өнімдер, шампуньнан, біздің сервистен көңіліңіз толады ма? Әрине, үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі мына Олманың барабаны сынып қалған кезде біраз адамдарға хабарласып, басқа центрифуга алатындай ой болды. Сол 1-2 күннің ішінде сіз хабарласып, осындай барабан бар дегеннен кейін былай ойлап, жаңағындай размерлерін бәрін шешіп өлшедік қой. Содан кейін әкеліп салғаннан кейін өзім ойладым, хорошо, что сіз сияқты әйтеуір бір адам бар, әкеліп мынандай неге мықты қымбат ақшаға ұшырап қалмай, бір центрифуганы алып, сол ішінде комплектующий заттардың бәрі де бар екен. Видеоңызда да көрсетіп жатсыз, двигательдердің бәрі, бүткіл мына жерде тұрған подушкалары, пружиналары, бұлардың бәрін сол сіздің салып жібергеніңіз. Біз жібердік, мыналарды Алматыда салып жібердік. Ұсақ түйектердің бәрі бар екен. Пластмастардың аузындағы пластмастары. Соған үлкен рахмет. Жұмысымыз тоқтап қалмай, сондай көмектескеніңізге. Сол үшін рахмет айтқым келеді. Сіздер де бізге сенім танытып, бізбен қарым-қатынаста болып, біздің өнімдермен қолданып, біздің сервиспен қолданып жұмыс істеп жатқандарыңызға біз де үлкен алғысымызды айтамыз. Carpax маркасымен бірге болып, бізге сенім артып, бізге сеніп, бізбен бірге болып жатқан біздің тұтынушыларымызды, біздің қолданушыларымызды біз жарты жолда қалдырмауға тырысамыз. Барлық қолымыздан келген жағдайды жасаймыз. Роторный машинаны бізден алсаңыз да, алмасаңыз да, бұның моторы да, редукторы да, запчастары да, центрифуганың подушкасы, басқа да көптеген майда шүйделері бізде болса, дереу сіздерге жұмысыңыз тоқтап қалмасын деп жіберуге тырысамыз. Жоқ болса, Турциядан ақшасына әрине алып келіп беруге көмектесеміз. Енді бұл видео қатты ұзарып кетпесін. Отандық өнім деп жатырық, бірақ отандық өнім болғанда да біздің технологтарымыз, бұл негізі Carpax әлемдік марка, Қазақстанда шыққанымен де біздің технологтарымыз, мамандарымыз Түркиядан келеді. Жылына бірнеше рет сөйтіп қоймамызды талай видеода айтқандай жасап, толтырып, бірнеше айға жететіндей қылып жасап қоямыз. Бірақ бұның маманы Түркиядан келеді. Ішіндегі шикізаты, орысша айтқанда сырьесі, ол да бірнеше мемлекеттен келеді. Тек қана бұл Қазақстанда өндіріледі. Жақсы, Carpaxпен, отандық өніммен бірге болыңыздар. Рахмет. Әсет, іске сәт. Алла ісіңізге береке берсін, кәсібіңіз табысты болсын. Енді өзіңнің әріптестеріңе айтатын қысқаша бір нең бар ма? Тілегің бар ма? Бағаны көтерейік, сапаны көтерейік деген сияқты. Бір мотивация бергің келеді ма әріптестеріңе? Баға көтеру жағынан енді білмеймін, әркім өз еңбегін қалай бағалайтынын. Отандық өнімді қолданыңыз. Барлығына жұмыста жеміс тілеймін. Сіздің де өркендеп өсуіңізді тілектеспін. Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Жаңа видеода бірге болайық, бізге жазылып қойыңыздар.